Мына соңғы уақытта көп сұрақтар туындап жатыр. Мына мобилдік аударым мен мобилдік төлемдер арнайы оған салық салынатын. Ресми түрінде айтайын дегенім, бұл төлемдерге және де аударылымдарға жеке тұлғаларға ешқандай салық алынбайды. Және де бұл неге қызметке ешқандай салықта қараластырылмаған. Бұл реттегі айтайын дегенім, мына егер салық төлеуші не болмаса да жеке тұлға сізден күнделікті өзінің коммерциялық не болмаса кәсіпкерлік мақсатта төлемдерді қабылдамаса, сол кісілер міндетті түрде салық есебіне тұру керек. Ол дегеніміз мына өзінің салығын жымқырмай, не болмаса да өз көлеңкелі экономикалы тудырмайтын факторлардың бірі болып есептеледі. Өзіңізде белгілі шығар, мына байқайсыздар, дүкендер не болмаса да басқа шаш тараз болсын, не болмаса жанармай құю бекеті болсын, сізден не төлемдерді алған кезде сізге чек те берілмейді, не басқа да расталған құжаттарды бермейді. Бұл жеке тұлғаның өзінің атына ашылып отырған жаңағы не мобилдік қосымша Каспийдің. Бұл түрде міндетті түрде жаңағы не жеке кәсіпкер болсын, не болмаса да басқа заңды тұлға өзінің Каспий төлемдеріне орналастырылған қосымшасын заңды түрде мемлекеттік кірістер департаментіне есеп беру керек, что ол сондай мақсатта пайдаланып жатқанын. Қана Каспий ма, басқа банктердің қосымшалары да бар? Жоқ, басқа банктердің қосымшалары бар, олар заңды түрде тіркелген. Мына жеке тұлғаның өзі мына кіммен Каспий банкпен келісім шартқа қосылғанында ол ең басында айтпайды ол банкке. Мен осыны неге кәсіпкерлік қызметке пайдаланамын дейді. Кәдімгідей жеке тұлға ретінде пайдаланып отыр да ол. Егер ана банктың қызметкерлері білсе, ол деген ана кәсіпкерлік қызметте, ол кезде оның проценті үлкейеді. Себебі ол одан пайда тауып отыр, табыс тауып отыр. Бұдан бөлек мен тағы да айтайын деп ойым, егер мына жеке тұлға кәсіпкерлік мақсатта пайдаланып жатса өзінің қосымшасын, ертең басқа да өзінің ағайын туысқанына да не сол Каспий Голд или Каспий Пейді ашса, ол ұялы телефон, мобилдік қосымша олда да бақылауға алынады. Ол себебі сол күнделікті өзіңізде байқайтын шығарсыз, әртүрлі адамнан әртүрлі сома келіп жатыр. Ол деген ненің белгісі? Яғни жеке тұлға өзінің кәсіпкерлік қызметінің несін болмаса төлемдерін атқарып жатыр деген. Ең басында ол Каспий банк әр азаматқа өзінің жеңілдігі жағынан өзінің мобилдік қосымшасын пайдалану үшін бәріне де бірдей берген ғой шарттарын. Сіздер ашасыздар, сіздерден ешқандай төлемдер, проценттер алынбайды. Соны біздің енді көбінесе халықтар пайдаланып қалды да осындайға. Ал енді жеке тұлға айына қанша аударым жасаған кезде бұл есептеле бастайды? Және шекті мөлшері бар ма? Жоқ, жеке тұлға ол деген ешқандай мөлшерінде жоқ. Жеке тұлға ол деген аударым күнделікті сіз, мен сияқты мына аударым және де коммуналдық төлемдер жасаймыз ғой, оған шектеулі жоқ. Оған салық алынбайды. Мен айтып отырмын ғой, күнделікті өзіміз мына болашақта бізге банк мекемелері не береді? Деректер береді, ай сайын кім қанша шотына түсті. Бірақ біз деген өзімізге мына өзіміздің банк несі құпиясы бар деген заңы бар. Оған ана жеке тұлғаның қай несіне пайдаланған, қанша түскен, оны ешкімге де айтылмайды. Бірақ енді сол егер мына күнделікті пәленбай теңге түсіп тұрса әртүрлі адамнан, ол кезде міндетті түрде салық есебіне кәсіпкерлерге есебіне тұру керек. Соманың мөлшері бар ма? Осыншадан асса ақша? Жоқ, мұндай мөлшер жоқ. Бірақ енді өзіңіз байқасаңыз күнделікті 10 мың, 20 мың келіп тұрады, әртүрлі адамнан, бір адамнан емес. Сол кезде не қылады? Ол деген бақылауға алынып, талдау жүргізіледі. Бұл не себепті түсіп жатыр? Әр телефоннан, әр адамнан. Оны қалай көрсетеміз? Туған күнге тарту деп белгілеп беретін жер бар ма? Әлде мынау саған сыйлық па? Әлде төлем бизнестің қаржысы ма? Енді айтайын деген, той домалақ болмасын, туған күн болсын, тағы да басқа да іс-шаралар, тойлар өткізіледі ғой. Ол күні сізге өзіңіздің туған күніңізге сол сома түседі. Қомақты сомалар түседі, бірақ ертеңге түспейді ол сома, дұрыс па? Басқа күндерде түспейді. Сіз өзіңізді дәлелдеу үшін сол өзіңіздің туған күніңізді, өзің құжатыңызды көрсетіңіз. Не болмаса той өтіп жатқан күні басқа да растайтын құжаттар, банкте, тойханада осындай менің тойым болып жатыр деген. Енді біреу кешіктіріп береді, біреу ерте береді, туған күнге тарту таралғысын, той томалаққа сый сияпатын дегендей.
Сонда оны алдын ала адамдарға айту керек па? Дәл туған күнімде жібер жаңағы аударымды деп. Бұл ертең бұл бізде мына мемлекеттік кірістер органы тарапынан туындаған сұрақтарда мынау табыс сізде қаяқтан деген кезде сол кезде де әр азамат өзінің дәлелдеу ретінде айтуға болады. Мен осындай күні туған күнім болды, болмаса осы 1-2 күн ішінде осындай ақша түсті деп. Бұл белгілі нәрсе ғой өзі. Күнделікті ақша түсіп жатқан жоқ. Біреу жариялайды, менің баламның еміне ақша керек. Осыған осындай сбор аштық, соған ақша аударыңыздар, көмек сұрайды көпшіліктен. Сол кезде көптеген ақша түсетіні белгілі, сол кезде қалай болады ол есептеу? Түсіп жатқан кезде ол деген өзіне жауап береді. Не мақсатқа жаратты? Түсініп отырсыз ба? Мен емге қалдым. Сол үшін ол деген ана өзінің құжаттарын, мына растайтын құжаттарын дайындап қою керек. Ертең мына мемлекеттік кірістер органында салықтан ешқандай сұрақ туындамасын. Міне мен қағаз мына балама не ауру осы жаққа жаратылды деп не алып отырады.